мен айтайын, сізді түсірмей ақ қояйын. Мен айтайын, менімен кезекші прокурор сөйлесіп отыр. Абдиханов шыққан жоқ, Алибеков шыққан жоқ. Олар енді шықпайды еш уақытта. Кезекші прокурорын жіберді. Енді кезекші прокурормен мынадай сөз болып жатыр. Мен 16 жылда, мен білмеймін неше рет, сан рет мен жаздым нені, мында арызды жаздым. Олардың қитұрқы жауабы, олар ешқашан ешкімді жауапқа тартқан емес. Қазақты қалай тілі арқылы қорласа да, ұрса да, соқса да ешқашан істеген жоқ, өздерінің функциясын атқарған жоқ. Олар тек қана екі нәрсені білет, оны басқа мекемелерге аудару, екінші, олар хат жазады. Біз мүгедектерге ғана көмектесе аламыз. Мен оларға көмектес деп айтып отырған жоқпын. Жаңағы мінеки Сұңғат дегенім, ол да маған айтып отыр, сіз ресми түрде хат жазсаңыз. Ресми 16 жыл мен жазып болдым, сондықтан мен ресми жазбаймын. Сіздер құқық қорғау, құқық қадағалау органы болсаңыздар, барып менің түсіріңіздер, нақтылы түсіріңіздер, мен талап етіп отырмын. Абдиханов түсірсін, Алибеков түсіндірсін, маған бәрібір. Түсіндіріңдер, айтыңдар, мекемеге заңды айтыңдар. Мен сендерден бөтен нәрсені талап етіп отырған жоқпын. Сендер заң қадағалаушы орган ретінде сол заңды қадағалаңыздар. Сіздер аяққа таптауға септік істеп отырсыздар. Өйткені мінеки 16 жыл мен қазақшаға көшкенімде бір рет прокуратура барып заңдық норманы түсіндірген жоқ Қазақстан Республикасы. Мінеки тұтынушы заңы бар бізде, тұтынушылар заңы, сіз білесіз бе жоқ па? 24-ші бап тұтынушыларды қорғау заңы 2010 жылғы 24-ші бап 1-ші пункт. Сол бойынша міндетті маған қызмет көрсетуші, тауар сатушы, тағы да сондай адамдар міндетті деп жазып тұр. Осы мемлекеттің тілінде жазып тұр, қазақ тілінде қызмет көрсетуге. Міндетті. Олар мені қуат. Мына біреу Смак деген компания мені 3-ші рет қуып отыр. Жауап беріңізші енді.